Ассалаумағалейкум достар. Қазіргі таңда фитнес және спорт туралы айтсаң барлық адам оның не екенін бірден түсінеді. Онымен жаттығулардың қандай болатынын білгенде бәрі армандайды емес пе? Бірақ жалқаулық жаттығуға деген бар ойды жеңіп қояды емес пе? Қыздар үшін сұлу фигура және әдемілік болса, жігіттер үшін керемет мускулатура әрі күш. Спорт пен фитнестің денсаулыққа пайдасы өте зор. Қазақта сөз бар ғой, дені саудың жаны сау деген. Интернетте ашып қалсаң осы екі тақырып жайында материалдар өте көп. Жаттығу түрін таңдасаң болғаны. Бірақ та кейбір жаттығуларды орындау қиынның қиыны десек те болады. Оны орындау көп адамдардан тек 1-2 адам ғана орындауы мүмкін. Бүгінгі біздің тақырып осы спорт саласына жақын келеді. Диванға жайғасып көрелік. Себебі диванда сет тартпай қалса, онда жақсылап ұйықтап аларсыз. Әрине қалжың. Достар, видео басталмас бұрын алмадай қызарып тұрған тетікшені басып каналға жазыла кетсек. Олай болса, кетті. Жалпы кейбір қиын жаттығу түрлерінің орындалуын біз тек кинодан ғана көреміз. Бірақ та оның өзі адам фантазиясының арқасында дамиды емес пе? Барлығы күшке байланысты. Жаттығулардың ішінде бір саусақпен тұру дегенді естіп педіңіз? Бір саусақпен бүкіл дене салмағын ұстап тұру ол өте қиын деп ойлаймын. Шындығына келсек, бұны да жасай алатын адамдар бар екен. Қытай монахы Хайтанг 92 жасында осындай жаттығу жасаған. Ол біршама уақыт бойы сұқ саусағымен тұрған. Бұны көрген бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жаза бастады. Себебі бұл жаттығуды жасаған адамға таң қалу жеткіліксіз десе де болады. Көптеген адамдар бұл жаттығуды жасап көргісі келді, шамалары келмеді. Жасағандары аз ғана. Егер де сіз осы жаттығуды жасай алсаңыз, бірден жұлдыз болуға лайықтысыз. 20 ғасырдың аяғына таман шығыс жекпе-жегі қатты танымал бола бастады. Ол жайлы киноларда көптеп көрсетіле бастады. Көптеген жастар шығыс жекпе-жегін меңгергісі келді. Осы шығыс жекпе-жегі дегенде бірден Брюс Ли еске түседі. Себебі ол сияқты шығыс жекпе-жегін меңгерген адамның жоқтың қасы. Әсіресе оның екі саусақпен жасаған отжиманиясы мықтыларға ой тастағандай болды. Себебі оны жасау үшін сізге сұқ саусақ пен кішкентай саусаққа күш салуға тура келеді. Көптеген мықтылар қайталап көрді. Кейбіреулер жақсы жасап жатты, кейбіреулер өкінішке орай жолы болмады. Бірақ та ешкім шығыс жекпе-жегінің королі Брюс Ли сияқты әдемі жасаған жоқ. Сіздер де қайталап көріңіздер, мүмкін сіздердің де жолдарыңыз болар. Турник десе жігіттердің бірден қызыға қарайтындығы бар. Турникте CTI деген трюк бар. Оны жасау үшін қолың мен иығың мықты болу керек. Бұл жаттығуды көп талап етеді. Бұны жасау үшін жылдап жаттығуға тура келеді. Осы жақын уақытта жасалған мына трюкті шындығында жасай алатын адамдар саусақпен санар. Себебі 900 градусқа айналу дегенді шындыққа жанаспайды. Бірақ сенуге тура келіп тұр. Сіздер де қарап көріңіздер. Олимпиадалық гимнастика тарихында өте ерекше орындалған трюктер бар. Бұл трюктерді супер батырларға арналған трюк деуге болады. Ольга Корбуктың 14 жасында жасаған трюкін көп адамдар жасай алмайды. 1962 жылы КСРО-ның чемпионатында ерекше трюк жасады. Ал 1972 жылы Олимпиадада осы трюкті қайтадан қайталады. Ол трюк турник арқылы артқа сальто айлануы. Бұны қайталау оңай емес. Қазірдің өзінде Олимпиадада тыйым салынған трюктердің бірі. Бірақ та оны қайталағыс келетін фанаттар бар ғой. Біреулері жақсы орындап жатса, басқалары оны жасаудан бас тартатын сияқты. Сөз жоқ, гимнастика спорт ішіндегі қиындардың бірі. Қиын дейтін себебіміз оның өзіндік ерекшеліктерінде. Мысалға алсақ, Юрий Вангелдің доңғалақ шеңберлі турникте жасаған әлі де болса елдің есінде болар. Оның жасаған трюктерінің барлығы қолға өте үлкен күш түсіреді. Қарлығаштай ұшу трюкін ол сияқты көп адам жасай алмаған. Негізінде бұл жаттығуды гимнаст болып туылсаң ғана жасай аласың деп айтып тұрғандай. Отжиманияда жаттығудың ерекше түрі ғой. Бірақ та оның да қиын түрлері бар. Басында айтқандай Брюс Лидің жасағанның өзі оңай емес қой. Ал мына түрін тек мықтылардың мықтысы ғана жасай алады.
турникке тартылу да оңай емес. Ал сіз естіп педіңіз саусақпен тартылуды дегенде? Нағыз альпинистерге арналған жаттығу деседі. Мына әлемде саусақпен тартыла алатын адамдар жоқтың қасы. Саусақпен тартылатындардың барлығы альпинистер. Супер батырларға арналған жаттығу десек те болады. Кейбір адамдар жай отжиманияны жасауды оңай дейді. Ал мынандай отжиманияны көріп педіңіз? Тепе-теңдіктің арқасында жасалынатын бұл жаттығуды анау-мынау адам жасай алмайтыны хақ. Бүгінгі видео сізге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса лайк пен демеп жіберіңіздер. Келесі кездескенше.